За отчетный период пожарно-спасательной службы спасения осуществлено 55 выездов, зафиксировано 120 пожаров, на которые было осуществлено 167 выездов пожарных расчетов. Со стороны спасателей МЧС спасено 2 человеческие жизни. Әлем 26-31 майларда жақындатылған ауа айта тұрған болсақ, 26 майда Ош, Жалабат, Баткен, Ысыкөл, Нарын облыстарының көпшілік аймақтарында, Шүй, Талас облыстарының райондарында жауын жауып, күн күркіреші, биік таулы райондарда қар жауышы күтіледі, диқаншылық аймақтарда жауын-шашын күтілбейді. 27 майда жауын-шашын күтілбейді, 28-30 майларда болса, тау етектерінде таулы райондарда жауын жауып, күн күркіреші, биік таулы райондарда қар жауышы күтіледі, диқаншылық аймақтарда жауын-шашын күтілбейді.